Жаз шуға сала тұрғындардың өзен көл жағасына ағылатыны заңдылық. Алайда қарапайым ережелерді елемеумен салғырттықтың соңы жиі қайғылы жағдайларға келіп жатады. Осыған байланысты төтенше бөлімнің мамандары Талас өзенінің бойында арнайы рейд өткізді. Мақсат тұрғындарға судағы қауіпсіздік талаптарын тағы бір мәрте түсіндіру. Рейд барысында мамандар шомылуға рұқсат етілген және мүлдем тыйым салынған орындарды жіпке тізді. Жалпы Жамбыл өңірінде 178 су айдыны есепке алынса, соның тек 12-сінде ғана шомылуға ресми рұқсат бар. Ал қалған 166 аумақта суға түсуге қатаң тыйым салынған. Қазіргі таңда облыс бойынша су айдындарының қауіпті учаскелерінде 160 ескерту белгісі, 41 баннер және 29 ақпараттық стенд орнатылған. Дегенмен мамандар мұнымен шектелмей, тыйым салынған орындардағы ескерту тақтайшаларының санын әлі де арттыру қажет деп есептейді. Тәртіп сақшылары мен құтқарушылар тұрғындарға суға батып бара жатқан адамды құтқару және алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдерінде іс жүзінде көрсетіп, арнайы алгоритмін түсіндірді. Тараз қаласы тұрғындар мен қонақтарына төтенше жағдайлар басқармасы ескертеді. Тараз қаласы аумағында тыйым салынған 10 су айдыны бар. Сіздерді тыйым салынған жерде шомылмауға және судағы қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауға шақырамыз. Жалпы шомылу маусымында тұрғындардың қауіпсіздігін жіті қамтамасыз ету бойынша нақты тапсырмалар мен айқын бағыттар бекітілген. Бұл бағыттағы жүйелі жұмыстар алдағы уақытта да өз жалғасын таппақ. Төтенше жағдайлар қызметі аптап ыстықта әрбір азаматты барынша сақ болуға үндейді. Әсіресе балаларды су бойында қараусыз қалдырмау басты талап. Құтқарушылардың айтуынша, су жағасындағы қарапайым ережені сақтау қайғылы жағдайдың алдын алудың ең тиімді әрі төте жолы. Мөлдір Оңбай, Мейрамбек Сағынов, Айдос Қыстаубек, Қордай 24 Ньюс.